Сіздер автокөлік басқару кезінде бір полосаны басып қарама-қарсы бағытқа шығасыздар, праволарыңыз 6 айға лишенияға кетеді, двойнойды бассаңыздар да праволарыңыз 6 айға лишенияға кетеді. Сіздерді жол-патрульдік полиция қызметкерлері тоқтатады, сіздерді видео дәлелдеме көрсетуге міндетті. Сіздерге видео дәлелдеме көрсетілмесе, бағанағы сіздерге әкімшілік хаттама толтырылмайды. Толтырған жағдайда ол заңсыз болып келінеді. Ең бірінші сіздерге видео дәлелдеме көрсету қажет. Сіздерге хаттама толтыру кезінде сіздердің міндеттеріңізді толықтай түсіндіреді. Егер сіз хаттамамен келіссеңіздер келісем, келіспесеңіздер келіспеймін деп жазасыздар. Ол өздеріңіз міндеттеріңіз болып есептелінеді. Сіздерге түсініктеме бер деп айтады. Түсініктеме беруді ол өз міндетіңізге кіреді. Сіз берсеңіз де болады, бермесеңіз де болады. Түсініктеме берсеңіз, ол сіздің бағана кінәңізді толық мойындаумен есептелінеді. Сіздерге әкімшілік хаттама толтырып болады, сіздер өз автокөліктеріңізді айдап жүре бересіздер. Сіздерді 1 ай, 2 ай ішінде әкімшілік полиция тобы, яғни сотқа жібереді, адым сот сіздерді шақыртады. Сол жерде сот болады, сол жерде сіздердің праволарыңыз кетеді, немесе кетпейді, сол жерде шешіледі. Мен заңгер юрист Ғабит Ергешбайұлы.